Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алла тағаланың мына бір сөзіне мән беріңізші. Уәлә та'таду инналлаха ла юхиббул муътадин. Яғни шектен шықпаңдар. Алла шектен шығушыларды жақсы көрмейді. Жаратушы Алла тағала өз әміріне қарсы келгендерді өз махаббатынан махрұм ету арқылы қалай жазалап тұрғанына үңіліңіз. Бұл Алла тағаланың сүйіспеншілігі мен махаббаты асқақта текті жандар ұмтылатын ең ұлы мұрат екенін көрсетеді. Әрі бұл адам баласы үшін ең үлкен ескерту құралы. Бұл дегеніңіз дәл өзіңіздің балаңызға егер мынаны істемесең, немесе мынаны істейтін болсаң, мен сені жақсы көрмеймін дейтін сөз секілді ғой. Мен саған ренжимін, мен сені жек көріп қаламын деп айтқаныңыз сияқты да. Сонымен қатар бұл аятта мағыналық қарама-қарсылық ұғымы арқылы Алла тағаланың шектен шықпайтын әділетті де байсалды жандарды жақсы көретініне айқын дәлел болады да бұл аятта. Олай болса, адам баласы осы аятты негізге ала отырып, бойындағы шектен шығушылық сипаттардың кез келгенінен сақтануға тырысуы қажет. Өйткені ол қателік адамды Алланың махаббатынан айырады. Ал Алланың сүйіспеншілігіне бөлену ең ұлы мақсат, адамзаттың ең ұлы мұраты болмақ. Дәл осы Мәйда сүресінің тағы бір жерінде Алла тағала былай дейді: Юхиббухум ва юхиббуна. Алла оларды жақсы көреді, олар да Алланы жақсы көреді. Сондай-ақ осы сүренің басқа бір тұсында тағы да былай дейді: Инналлаха ла юхиббул муътадин. Алла шектен шығушыларды жақсы көрмейді. Ендеше рухы биік, кемелдікке ұмтылған шынайы мөмін әрдайым Алланың сүйіспеншілігіне ие ететін ізгі істерді іздеп жүріп, соны орындауға асығады. Дәл солай Алла тағаланы ашуландыратын үкімдер мен оның тыйымдарын зерделеп, олардан барынша бойын аулақ ұстап, бір жолата тыйылады. Алла амандық берсін.